мындай сход дейді, ана аудан әкімдері жинайды, бұл облыс әкімдері, көргенмін иә. бейшаралар ғой бұлар. Кімдер бұлар? Вообще кім бұлар? Деймін да. Осы сізбен бізден бар ғой, артық ештеңесі жоқ. Жиналысқа шығады. Иә. Мен өзім қатысып көргенмін, отырғам. Не айтады екен бұлар? Шығады да бейшараға А4-дегі бір мәліметтерді дайындап берген. Соны оқып, біреу оқып болады, екіншісі оқып болады, үшіншісі оқып болады. Ол бітті жиналыс. Бұл вообще сонда өздерін түсінген ештеңесі жоқ. Айтылу керек болған нәрсені А4-де оқып берді, бұл бітті. Енді оларға ашуымды көрсетейін десем, мына жерде тыңдап отқан бүкіл халыққа таңғаламын да, сендерсіңдер айтпайсыңдар ма? Не айттың сен өзің? Не оқыдың деп ше? Халықтың да кінәсі бар да. Үндемейді да. Бәрі қарасам ұйықтап отыр. Әңгіме айтады, өсек айтады. Жиналыс бітті, бұл қайтайық үйге барайық. Бүгін әйтеуір алдыңғы жиналыста залымыз ыстық болып еді. Осы жолы кондер қосып қойды. Әйтеуір жақсы демалып отырдық. Енді үйге барып шай ішейік. Ағайындар тағы да бір қозғайтын мәселе, мынау емханалардың бәрі жекелердің қолына өтіп кетіп отыр. Соларды қалай қарайсыңдар? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жеке адамдардың, кәсіпкерлердің қолына өтіп кетіп отыр да, емханалардың көбісі. Орда ТВ сен ау нембесің ба, жаңағындай больницаларға кіріп, заведующийлермен ютубтан көріп қалғам, сен сол емессің ба? Солмын ғой, солмын. Ютубтан көріп қойып едік. Қарап тұрсаң, жаңа жеке көбісі, сосын жаңағындай мүмкіндігі шектеулі балаларды жаңағындай пенсияларына шығармайды да бұлар, көріп тұрса да ше. Бой өспей қалған жаңа 50 сантиметр бала, оны да пенсияға шығармайды. Сөйтіп мен барып камераға түсіргеннен кейін бір аптада 5 күнде шығарып беріп жатады, оңалту орталықтарына жатқызып. Әйтпесе жаңағыдай орын жоқ дейді да, бір мен барғаннан кейін білмеймін қақтан тауып алатындарын ше орындарды. Бауырым красавчик сонда қай ауданансың? Қызылорда ғой, Қызылорда. Камераға түсірдің ба? Базар. Шум шығардың. Иә, ютубта бар ғой роликтар, видеоларын көрмедіңіздер ма? Заведующийлар. Ота келсін, бауырым. Алла кісіне береке берсін, бауырым. Сен не маған қорықпадың мынандай, типа мені қолдайтын ешкім болмайтын шығар, типа деп. Мені осы кезге шейін қорқытатын адамдар бар былайынша. Машинаның артына салып алып кетейін, багажникке салып аламын деп ше. Бірақ ешкімнен бұлар қолдайтын балдар бар, спортсмен балдар номерлерін береді. Егер де бірдеңе болады да хабарласып бірден келеміз деп. Бірақ мен ешкімді араластырмаймын, оған заң бар ғой.